Өңіріміздің Інжу маржаны. Жылда туристерді өзіне баурайтын Баянауыл мемлекеттік табиғи ұлттық паркіне биыл 40 жыл. Осы ретте салтанатты мерекелік шара ұйымдастырылды. Толығырақ тілші сюжетінде. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркі елімізде алғаш ашылған парктердің бірі. Биыл құрылғанына 40 жыл. Аумағы 68 мың гектарды құрайды. Демалыс аймағына келіп демалатындар қатары жыл санап артып келеді, дейді парк басшысы. Аллаға шүкір, бүгінгі күні келушілер санында қызығушылық танытатын адамдардың да қызығушылықтары өте көп. Себебі бұны келетін туристердің санынан айтуға болады. Мына былтырға қарағанда биылғы жылы халықтың саны 2 есеге көбейді деп айтуға болады. Себебі былтыр 100 мыңнан аса болса, бүгінгі күні 200 мыңнан аса адам келіп, осы ұлттық табиғи паркіміздің мекенінде осындай жақсы бір өздерінің қызықшылардың барлық туроптарын барлығын көрген. Осы бұны бір танытатыны, яғни атақты әйгілі өзіміздің жасыбай көлдеріміз, сабынды көлдеріміз атады ұлттық парктың. Оған қарасында флора, фаунасы бар. Табиғи парктың жағдайы жақсарып келеді. Өрттің алдын алу мақсатында 360 градус жан-жақты қамтитын орталықтандырылған бейне камералар орнатылады. Тәулік бойы операторлар жағдайды бақылап отырады. Биылғы жылы Алла қаласа өртті ерте анықтау жүйесі қойылады. 8 мұнара қойылады, вышкалар. Бұл біздің, яғни өртті алдын ала анықтап, яғни ерте анықтау дейді, жүйесі дейді ғой. Ерте анықтау жүйесі бұл тиімді, себебі труднодоступный жерлерге, мысалға, сол жерлерге барған кезде жете алмау үшін сол жерде қай жерде қандай аумақта жанатқан барлығы көрініп тұрады ол жерде. Сол жүйе Алла қаласа осы жылына яғни орнатады деп айтып отырмыз. Одан бөлек біздің барлық техникаларымыз өте көбейген. Орман шаруашылығы жануарлар комитетінің қолдауымен былтыр да, биыл да үлкен малария пожарный комплекстер келіп отыр. Алла қаласа биыл 8 өрт сөндіру автокөліктер келмекші. Одан бөлек патрульдік кешендерге байланысты автокөліктеріміз өте көп келіп отыр қазір бүгінгі. Жан артып отыр ұлттық парктың жағдайы. Баянауыл ұлттық табиғи паркінде 11 өрт сөндіру кешені, 6 автокөлік, 14 патрульдік кешен, 8 трактор және 111 адам жұмыс істейді. Табиғи парк құрылғаннан әр кезеңді бастан кешті. Сол сәттерге куә азаматтар естеліктермен бөлісті. Мен енді осы национальный парк құрылғаннан бастап жұмыс істеп жатырмын. Ең бірінші мен орманшы болып қызмет жасадым. Алдында национальный парк болмай тұрғанда Мехлесхоз болды. Сол кезде Темиров Рахметолла директор болды. Сол директордың қарамағында орманшы болып қызмет істедім. Одан национальный парк болды. Национальный парк болғаннан бері 5 директормен жұмыс істедім. Зейнетке шыққанша осы мекемеде қызмет атқардым. Алғашқы кездерде национальный паркте жаңадан құрылған национальный парк. Ол кезде техника аз, өрт сөндіретін техникалар аз. Директордың жалғыз уазигінен басқа техникада болған жоқ. Қазір міне жаңа Қазақстанда орманшылардың жағдайы жақсарып келеді. Каждый орманшыда мотоциклдері бар. Каждый отделдің бастықтарында бір техника, жаңадан міне пожарный техникалар келіп жатыр. Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 40 жылдығына орай мерекелік шара ұйымдастырылды. Жылдар бойы орман саласына үлес қосқан азаматтар марапатқа ие болды. Самал Қалиқызы, Ертіс ақпарат, Баянауыл ауданынан.